Ақтөбеде теннистен ерлер арасында Ақтөбе Futures F3 турнирі өтуде. Жүлде қоры $10 000 болатын жарыста Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Словакия, Грузия, Италия, Эстония, Беларусь және Қырғыз елінің ойыншылары бақ сынауда. Негізгі жарысқа 32 ойыншы қатысады. Халықаралық теннис федерациясы ұйымдастырған сайыстың мақсаты жас спортшылардың кәсіби шеберлігін арттыру. Кезең-кезеңмен өтетін Ақтөбе Futures турнирінде топ жарғандар жоғары деңгейдегі жарыстарға жолдама ала алады. Сондықтан қатысушылардың дені жас ойыншылар. Турнирге Қазақстан атынан 10 спортшы қатысуда. Олардың екеуі Ақтөбе теннис орталығының тәрбиеленушілері. Құрама жаттықтырушылары Денис Евсеевтен көп үміт күтеді. Турнир басталмай жатып, италиялық екі ойыншы жеңіл жарақат алып елдеріне қайтып кетті. Грузиялық жас спортшы Александр Медревели де жарақатына байланысты ойыннан бас тартқан. Айта кетейік, Александр әйгілі кеңес спортшысы, грузиялық Александр Медревелидің немересі. Сегодня я играл в четвертьфинале с Алексеем Ватутиным. Мен бүгін ширек финалда Алексей Ватутинмен ойнадым. Алайда жарақат алып, ойынды тоқтатуға мәжбүр болдым. Бүгін елге қайтамын. Бұл турнирге қатысқаныма өте қуаныштымын. Ұйымдастыру жағынан келесі жылы тағы келетін шығармын. Благодаря этим турнирам, как я уже говорил, что... Осындай турнирлерде қазақстандық жас спортшылар кәсіби деңгейлерін көтеріп, көп тәжірибе жинайды. Олардың әрбір ұпайы әлемдік спортқа шығуға мүмкіндік береді. Жоғары деңгейде ойын көрсетіп жүрген Денис Евсеев, Хабибуллин және Аяп Сағадат бар. Олар қазір жұптасып ойын көрсетуде.